Сәлем достар, бүгін біз француз комедиясының экшн фильм туралы айтамыз. Ол үлкен жылдамдық деп айтылады. Том орта жастағы пластикалық хирург. Әйелі Джулиядан үшінші баласын күтуде. Оның екі баласы, үлкеннің аты Лизон, ортаншысы Ноэ. Отбасы жұмыстан демалу үшін ауылға 2 апталық сапарға баруды жоспарлауда. Олар жолға жиналып жатқанда біреу есікке қоңырау шалады. Бұл Том Беннің әкесі. Ол өзінің сапарға қатысуға шақырыпты. Том қарсы емес, бірақ Джулия қолдамайды. Бен құпал адам. Ол жиі әр нәрсені бұзып алады. Оның ниеті әрқашан мейірімді болса да, Джулия оны жек көреді. Және жағымсыз әдеті жеке әңгімелерге араласуы. Ол өзінің наразылығын күйеуіне білдіреді. Бірақ жұп ештеңе істей алмайды. Оның үстіне балалар оны жақсы көреді және онымен бірге барғысы келеді. Отбасы өз багажын жинап, оны көлікке апарады. Жолда олар төмендегі көршісі Хуанды кездестіреді. Ол Джулиямен сөйлеспек болғанда, ол одан тез құтылып өз ісімен айналысады. Содан кейін отбасы Томның Медуза деп аталатын жаңа қызыл машинасында отырады. Машинада көптеген функциялар бар. Том оларды әлі үйренбеген. Том олармен жолда танысуды жоспарлап отыр. Олар қозғалар алдында Ноэ ойыншық гарпонын үйде қалдырып қойғанын есіне түсіреді. Ата-анасы жеткен кезде жаңасын сатып алуға уәде береді. Сол сәтте Бен пәтерге оралуды талап етеді. Өйткені ол кіші дәретке отыруды ұмытып кетіпті. Олар Томмен бірге 1 минут ішінде оралға уәде беріп кетеді. Бен кездейсоқ дәретхана қағазының орамдарын дәретханаға түсіріп алып, оларды төмен итеруге тырысады. Дәретхана суға тола бастайды. Ол мұны елмей ас үйге кіреді. Том гарпунды алып, бөтен адам деп әкесіне шабуыл жасайды. Өзіне келіп, оған өзінің жақындағы бір пациенті Сесилия телефон шалып, оның ботокс жасаған жерлерде қышу барын жеткізеді. Том оның бәрі ойымдайтын нәрсе емес деп телефонды қояды. Олар машинаға оралады. Сапар басталысымен Бен бірден Джулияны жынына тие бастайды. Осы уақытта Том әкесімен бірге компания ұнауда. 1 сағат жолдан кейін балалар қарны ашып, олар жанармай станциясына тоқтап тамақтануды шешеді. Бен көк шашты қыз Мелодимен танысады. Мелодиның айтуынша анасы барлық жүктерін алып кетіп қалған және онымен байланысуға мүмкіндігі жоқ. Бен көмектесуді ұсынады. Өйткені олар Мелодидің анасымен бірде бағытта жүреді. Бірақ Джулияның мінезін біле отырып, Бен одан оның жанындағы орнының астына жасыруын сұрайды. Алдыңғы әйнекті тазартуға тырысқанда, ол әйнек тазалағыштың щеткасын кездейсоқ сындырып, оны ешкім көрмеу үшін тез арада орнына қояды. Олар сапарды жалғастырады және Бен туылмаған балаға ақымақ есімдерді ұсынады. Ол мұны тоқтатуды сұрап ымдағанды түсінбейді. Оған Джулия ашулы. Ол оны жаман ойлы деп айыптайды. Олар Томмен бірге жатын бөлмеде бала жасап жатқанда, ол кіріп қарағанын айтады. Олар дауласып жатқанда көліктің астындағы сандық контроллер блогы істен шыға бастайды. Джулия үйге оралғысы келеді. Том тежегіш педальды басады, бірақ оның таңқалуына орай бұл жұмыс істемейді. Ол машинаны жүлкесі жығып басқаруда және ол енді жылдамдыққа басқара алмайтындығын түсінеді. Әрең дегенде шосседегі 2 машинаны қашып үлгереді. Джулия одан не болғанын сұрайды. Ол оған проблема туралы айтады, бірақ ол әзілдейді деп ойлайды. Бен оған жұмыс істемейтін пайдасы кеңестер береді. Көп ұзамай бүкіл отбасы өздерінің қиыншылыққа тап болған түсінеді. Мелоди дүрбелең бастайды. Кішкентай Ноэ оны көріп анасына айтады. Мелоди олардың ортасында пайда болған Том сасқанан көлікті талқан ете жаздайды. Мелоди өзін таныстырады. Осы сәтте бәрі оған үреймен қарауды. Ал Джулия Беннен 100-ші рет көңілі қалды. Балалар үйренбеуі үшін Джулия оларға ән айтуды ұсынады. Бірақ олар мұны істеп жатқанда, олар мотоциклге соғыса жаздап айқай салады. Том оның автокөлік дилерінің телефон нөмір бар екенін есіне алып, Джулияны оған қоңырау шалуға мәжбүр етеді. Осы уақытта дилер басқа отбасымен кездесуде. Ол тура осындай машина сатуда. Томның шағымдағанын естігенде, машинаның жаңа моделінде дилер жай тежегішті басуды сұрап телефонды қояды. Мелоди анасының көлігін олардың жанынан өтіп бара жатқанын байқайды. Ол оны бірнеше рет шақырады, бірақ оған жете алмайды. Кенеттен ол Ноэдан гарпунды алып, оны Томға батықтайды. Ол отбасы оны ұрлап жатыр деп санап, өзінің қауіпсіз екеніне көз жеткізгісі келеді. Барлығы оны тыныштандыруға тырысады, бірақ ол Томды атып 1 дюйм тимей қалады. Бен оны мұрнынан ұрып, гарпунды алып қояды. Мелоди ақыры отбасы оны ұрламайтынын түсінеді. Том бірнеше секундқа машинаны басқаруды жоғалтып, біреудің есігіне соғылады. Зақымдалған көліктің иесі Джеки ашушан адам. Кек қалмақ қоймен ол оларды жоғары жылдамдықпен қуа жөнеледі.
Осы уақытта жол полициясының екі қызметкері Томның көлігі жылдамдықпен келе жатқанын байқайды. Олардың бірі көліктерін, екіншісі Джек көлігін байқап, оның соңынан ереді. Көлікке қайта оралғанда Бен Томға көмектесу үшін Бен мен Джулия орындарды ауыстырады. Ол дворникті ауыстыру үшін педальдарға еңкейгенде, полиция қызметкері оларды қуып жетіп, біртүрлі көріністен аң-таң болады. Том полицияға тежегіші жоқ деп айқайлайды. Бірақ полиция қызметкері оған сенбейді және бұл ақтауды 100 рет естігенін айтады. Джулия картаны артқы жағынан сос жазып, оны офицерге көрсетуге тырысады. Бірақ олардың бақытсыздығына қарай қағаз ұшып кетеді және оның бетіне түседі. Бұл карта Джекидің әйнегіне түсіп, оны тоқтатуға мәжбүр етеді. Екінші полиция оған жеткенде ол оны алдайды және Томның көлігін қууды жалғастырады. Сонымен бірге жол полициясының бас бастығына проблема туралы баяндалады. Бірақ ол Томның жылдамдық қайыппұлын болдырмау үшін өтірік айтады деп ойлайды. Ақырында машина толып тұрған шекара бақылау өткізіп пунктіне жақындайды. Отбасы оны бұзбай кесіп өтуге үміттенеді. Том машиналарға тигізбеуге тырысады. Жол полициясының бастығы оны бақылау камераларын көріп, автомобиль мен оның иесі туралы бәрін білуге бұйрық береді. Олардың артынан Джеки де оның көлігінің бөлуіне кінәлі адамды қуып жету үшін шекарадан өтеді. Содан кейін Томға оны тазарту үшін әйнек жуғыш кіреді. Бірақ Беннің арқасында әйнек тазалғыш жұмыс істемейді. Бен шүберекті алып, төбесіндегі машинаның люгі арқылы әйнекті сүртуге тырысады. Ол құлап кете жаздайды, бірақ ақыры сүртеді. Осы сәтте оның клиенті Сесилияның күйеуі оған қоңырау шалып, әйелінің беті мен ерні қатты ісіп кеткенін айтады. Ол телефонды тастайды. Соңғы 2 жыл ішінде ол көп көлік жүргізді. Сондықтан оның иықтары ауырады. Бен онымен бірге орындарды ауыстырып рөлге отырады. Біз енді автосалонға ораламыз. Дилер клиенттің отбасын жаңа модельге отырғызады. Олар оны мініп келе жатқанда, оны сатқан сынған көлігі үшін қарғаған Том шақырады. Дилердің артына жаңа отбасы да көліктің ішіне қамалып қалады. Есікті ашуға тырысқанда тұтқалар бұзылып, машиналарының ақаулы екенін дәлелдейді. Бұл кезде бұл отбасының ұлы көлікте жұлып алады. Осы уақытта полицейскийлер Томның көлігі бірнеше түн бұрын жылдамдығын асырғанын анықтайды. Олар Беннің сол көлікте стриптизершамен бірге отырған суретін көреді. Бұдан кейін полицейлер олар өтірікшілер деп қорытынды жасайды. Мотоциклдегі полиция қызметкері осы ақпарат алғаннан кейін тапаншасын Томға өткізеді. Олардың кінәсіздігін дәлелдеу үшін Джулия көліктің есігін ашып, агрессивті түрде қарын көрсетеді. Осыдан кейін жол полициясы барлық көліктерге олар келе жатқан тас жолдан шығуды бұйырады. Олар ештеңеге соғыспайтынына көз жеткізу үшін 2 офицер көліктен озып кетеді. Біраз кезде Джулияға олардың астыңғы қабаттағы көршісі Хуан телефон соғады. Олардың пәтері суға толы деп және осыдан оның пәтер төбесінен соғап жатқанын айтады. Ең бастысы оны қатты алаңдатыны оның жалаңаш суреттері. Олар жойылды. Том оның телефоны алған сәтте Хуан оларды қайтадан сурет салу үшін қайтадан кездесуге тура келетінін айтады. Ашуланған Том телефонды көліктен лақтырып жібереді және әйелінің бұл жігіттің не туралы сөйлескенін сұрайды. Джулияның Хуанмен жеке қарым-қатынасы анық. Ол 1 жыл бұрын болғанын мойындайды. Содан бері ол онымен сөйлеспейді. Бірақ Томның қайғысын жеңілдету үшін ол ештеңе бермейді. Содан кейін Джулия өзінің бұрынғы хатшысымен қарым-қатынаста болғанын білетінін айтады. Жұп бұл туралы кейінірек балар жоқта сөйлесеміз деп шешеді. Ыңғайсыздық болмас үшін Бен бірден дәретханаға бару керектігін айтады. Том оған пипи жасайтын пакет береді. Олар оны терезеден лақтырып тастайды және ол Джекидің бетіне түседі. Алайда Джеки арттан қууды жалғастыруда. Содан кейін соңғы құрал ретінде Том Беннен машинаны одан да жоғары жылдамдыққа жеткізу үшін газды басуды сұрайды. Отбасы қол ұстасып серпіліске дайындалуда. Бірақ ол газ педалі сынғандықтан іске аспайды. Том автодилерді қарғайды және машинадан газ педалін лақтырады. Бұл қосалқы бөлшек мотоциклмен келе жатқан полицияға тиіп, оны құлатады. Ол апаттан аман қалады. Бірақ оның мотоциклі қатты зақымдалған. Ол және оның серіктесі кездейсоқ түрде Сесилиямен кездесіп, отбасына көмектесу үшін көлігін уақытша алады. Осы уақытта Джеки оларды қуып жетіп, оларға ремонтқа ақша талап етеді. Кішіной өзінің қарпынмен ер адамды ұрып, соғып, ақырында одан құтылады. Көлік туралы жаңалықтар теледидарда. Шамамен жарты сағаттан кейін олар жолдағы кептеліске жетіп, апатқа ұшырайды. Полиция оларды алдынан қуып жетіп, Сесилияның көлігін отбасылық көліктің алдына қойып, оларды тоқтатуға тырысады. Бірақ бұл да іске аспады. Соңында оларға терезе арқылы балаларды тапсыруды сұрайды. Бұл әдіс қауіпті болса да, ол олардың өмір сүруінің соңғы мүмкіндігі. Жоспар бақытқа орай жұмыс істейді және балалар аман есен машинаға алынады.
Мелодияның кезегі келгенде Билас көңілі басқаға бөлініп, оның екі машиналар арасындағы қалуына тура келеді. Бірақ ол тез қалпына келеді. Ол да басқа көлікке қауіпсіз кіреді. Алайда қалған үшеуі терезеден шыға алмайды. Кептеліс қазір 5 минуттық жерде. Дәл сол сәтте олар өмір сүру үмітін жоғалтқан кезде полиция тікұшағы көмекке келеді. Джулияны төбесіндегі терезе арқылы және қауіпсіздік белбеумен байлап кетеді. Оны алып кетпес бұрын күйеуіне оны жақсы көретінін айтады. Жұп бір-бірін қатты жақсы көретінін түсінеді. Ақыр соңында ол тікұшаққа қауіпсіз жетеді. Тек әкесі мен ол көлікте қалады. Олар апаттан бірнеше секунд қашықтықта тікұшақ болып бүкіл көлікті ауаға көтеріп, олардың өмірін сақтап қалады. Бірақ олар автомобильдерінің Қытай екенін ұмытып кетеді. Оның төбесі бұзылып, төменгі жартысы жерге құлайды. Бақытымызға орай Том да Билл де жарақатсыз. Кенеттен Джулияның суы кетіп, оны шұғыл түрде ауруханаға апаруға тура келді. Келесі көріністе біз отбасының 3-ші баласын қарсы алғанын көреміз. Қашан барлығы үйге оралу үшін лифтке отырады. Ол бұзылады және олар қайтадан тұрып қалады. Біздің арнаға жазылыңыз, хабарламаны қосыңыз. Рахмет.